Сәлем достар, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін сіздермен бірге Каспи магазин өзімен партнер болуға қандай жағдайларда отказ жасайды, одобрен бермейді, соларды қарап шығатын боламыз достар. Жалпы үш жағдай бар, самый главный, соларды қарастырып шығатын боламыз достар. Ең бірінші кезекте Каспи магазиннің алдында Каспи кейзет, жалпы Каспидің алдында өтелмеген қарыздар болса, банктың алдында өтелмеген қарыздар болса, бізді система жібермейді, одобрен бермейді, тексереді. Бірақ сіз мысалға алдын қарыз болып тұрып, 1-2 жыл төлемей тұрып, кейін жауып тастаған болсаңыз да, ол аша береді сізге. Бірақ основной қарыз болмауыңыз қазіргі уақытта, соны тексереді система. Екінші, госоргандардан қарыз болуыңыз, мысалға штраф болама машиненің тағы соған ұқсаған өтелмеген қарыздар мысалға, соларды 1 теңге болса да өткізбейді система, 1 теңге қарыз болса да. Оларды КГД кейзетке кіріп, ин нөміріңізді жазып, тексеріп көруіңізге болады, одобрен бермеген жағдайда. Достар, задолженность деп шығады өзі, отказ береді сол кезде. Үшінші себебі, мысалға, основной бұл Каспи магазинмен партнер болатын кезде одобрен бермеуіне байланысты не кедергі болады біздерге? Біздерден қалайды Каспи магазин, біздердің шын магазинбіз ба, магазин емеспіз ба? Просто ана жерге кіріп, системаны занят ету, жаңағындай просто көріп көрейші деп, біреулер заявкада береді. Бұрын сондай болған көбі товар қоспай кіріп алған, просто так занят етіп, нетіп отыратындар көп болғандықтан қалайды. Бірінші Каспи Pay'ді береді қолыңызға, одобрен береді Каспи Pay'ге, кейін Каспи Pay арқылы сізді тексеріп көреді. Мысалға, историяңызды, қанша ақша тауып жатсыз, қанша сауда жасап жатсыз, сіз шынымен де бизнесмен ба, болмаса просто қаны менде бір көріп көрейінші деп, қызығуға сондай жасап жатсыз ба? Каспи магазин соны қалайды, сіздің де пайда тапқанды қалайды, өзінің де пайда тапқанын қалайды. Соның үшін шын бизнес жасайтындарды кіргізгісі келеді. Соның үшін қолыңызға Каспи Pay'ді беріп тұрып, тексеріп алады достар. Сол жерде аккуратный жасау керек, мысалға. Кейін біреулер бар, осы жерде история жасайын, бір нәрсе жасайын деп, өзінің айналасындағы адамдардың Каспи Gold арқылы ақшаларды айландырады екен. Оны система бірінші кезекте біледі. Мысалға, мен Каспи Gold'ымнан басқа біреудің Каспи Gold'ына жіберсем, ин нөмір менің атымнан ашылып тұрыпты ғой, ана IP. Бірден система байқайды, уже біліп тұрыпты. Мысалға, Каспи Gold өздерінікі олардың. Мен жібердім біреуге, ол маған төлем жасап жатыр. Өз арамызда айланып жатыр. Мысалға, ондай нәрсемен системаны алдап болмайды достар. Бірінші кезекте сол жерге мән беріңіздер. Шын ақиқатында сауда жасап үйреніңіздер Каспи Pay'ден, основной достар. Нөлден бастап бизнес жасауға болады. Мысалға, Каспи Pay'ден таныстарыңызды табасыз ба, жаңағындай мебельный цех па, бір оптовиктар ма, или бір складтар ма тауып алып тұрып, келісуіңізге болады. Мен сіздің товарды OLX-қа ма, басқа маркетплейсқа ма, мысалға қойып, товарыңызды сатқым келеді. Сізге клиент жіберем, мен сізге өзімнің Каспи Pay'ім бар, дополнительный доступ ашып берем деп, соған доступ ашып беріп, клиенттерді сояққа жіберіп, өзіңіздің Каспи Pay арқылы ақша айландыруыңызға болады достар. Ол, мысалға, сіздің историяңызға көмек болады. Плюс ол жерден Каспи Pay'ге кіргенше ақша жасап, өзіңізге склад жасап алуға мүмкіндік болады достар. Енді мен мысалға солардың практикалық қандай жасалу керек, Каспи магазинға кіргеннен бірден менің өзімде 3-4 ай түсінбей, әлі мен мысалға сол нәрселердің ішінде жүріп, жалпы маркетплейстердің ішінде жүріп, мен Каспиге келместен бұрын сату кейзетте сатып жүрдім. Сол сияқты маркетплейстерді сатып жүрдім. Каспи кейзетке келген уақытым көп түсінбеушіліктерім болды. Сол түсінбеушіліктерді мысалға мен сабақ етіп түсіріп, түсінгендерімді енді кірген адамдар, начинающийлер қай жерлерде қателік жіберіп алуы мүмкін, соларды есепке алып тұрып,
әдемі қылып сабақ дайындап қойдым. 68 сабақтан тұрады, 10 модулдан тұрады достар. Ретімен бірінен кейін бірі келеді. Мысалға сіз бірінші Каспи магазинді настройка жасап алу керек, кейін одан кейін доставкаларды қосып алу керек, одан кейін сіз правилаларды түсініп алуыңыз керек, одан кейін барып сіз тауарларды қосуыңыз керек, одан кейін барып сіз упаковка жасауды үйреніп алуыңыз керек, заказдарды түсініп алуыңыз керек достар. Солар жайлы практикалық сабақ дайындап қойдым. Сабақ 68 сабақтан тұрады. Телефонның және камераның, ненің персоналный компьютердің экранында запись етіп алынған достар. Кез келген адам түсініп алады. Және бір несі ыңғайлы тарапы, мысалға бір нәрсені енді бастаған кезде ұмытушылықтар болады. Соларды тауып алу ыңғайлы болу үшін модульдарға бөліп, әрбір сабаққа жеке тақырып қойып қойғанмын достар. Тауып алулар ыңғайлы болу үшін достар. Жақсы достар, осы сабақты тамамдаймын осымен. Сау сәлеметте болыңыздар. Егер де сабақ жайлы мәлімет алғыңыз келсе, хабарласуыңызға болады достар. Сабақ арнайы платформада сақталады. Егер төлем жасағаннан соң сізге доступ ашылады достар.